Мінсіз неке деген болмайды. Дайын тұрған неке жоқ. Күн сайын оған жұмыс жасау керек. Неке үшін күн сайын жұмыс жасау керек. Құдай саған қалаған кемел толық адамды мәдеп бере салмайды. Алла саған шикізатты береді, өзің қалаған, өзің оны қалай көргің келеді, солай шығаруға саған мүмкіндік береді. Бұған тек мейірімділік, махаббат және шыдамдылық қажет. Шыдамдылық қажет, төзімділік қажет. Әр некенің өзінің сәттілік деңгейі болады. Басқа біреудің некесімен шатастырмай, басқа біреудің некесімен салыстырмау керек. Неке келісім шарт емес бұл. Уақытша емес, бұл неке мәңгілік. Ол неке екі тараптың қатаң жауапкершілігімен болады. Ажырасу бұл ойлардан болады, ал ойлар жын шайтаннан болады. Сол үшін некең үшін адам күресе білу керек. Әр некенің өзінің сынағы бар. Некең үшін күресу керек. Некені сақтап қалу үшін тырысу керек. Неке үшін төлем төлейсің. Былай айтқанда банк шот сияқты ғой, үнемдесең, ақшаңнан қалғанын пайдалана аласың. Тыныштықпен, қамқорлықпен, сүйіспеншілікті сақтамасаң, сен бақытты отбасында өмір сүре алмайсың. Сол себептен неке өмірдегі күнделікті құрбандықты талап етеді.